Бар жоғы 5-ақ заттан жасалатын тез әрі дәмді салат жасаймыз. Ал қараңыздар, мен сіздермен рецептін бөлісемін. Алдымен помидорды алып, барлығын төрт-бұрышлеп турап аламыз. Туралған помидорларымызды ыдысқа салып, дәл солайынан тағдап үстінен жұмыртқаны төрт-бұрышлеп турап саламыз. Колбасаны да тура солай төрт-бұрышлеп турап, мұны да жұмыртқаның үстінен саламыз. Дәмді болу үшін біз жүгері қосамыз. Үстінен жарты шай қасық тұз, қара бұрыш және де бір ас қасық майонез қосып араластырамыз жақсылап. Ең соңынан осындай фри қосамыз. Мен магазинден ала салдым, қолдан пісірсеңіздер де болады. Міне қараңыздар, тез әрі тойымды, дәмі керемет.